Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылу мөлшері, заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз өткен тақырыппен байланыстыра отыра айтамыз. Себебі, алдыңғы тақырыптарда бізде жылу мөлшері дегеніміз не? Жалпы жылу алмасуға қандай процестерді жатқызуға болады? Сол жылу алмасу кезінде ішкі энергиясын қалай өзгертеміз деген сұрақтарға жауап бергенбіз. Енді біздер осы тақырыпта сол жылу мөлшерін қалай есептейміз, соған тоқталатын боламыз. Сендер бүгінгі сабақта меншікті жылу сыйымдылығы түсінігімен танысып, жылу мөлшерін анықтауға берілген есептерді шығаруды үйренетін боласыңдар. Енді оқушылар, жылу мөлшері деген ұғымды қарастыру үшін тәжірибені жасап көрейік. Ол үшін бізге бірдей ыдысқа көлемі әртүрлі суды құямыз. Бірінші ыдысқа массасы 1 кг суды құйып, екінші ыдысқа 2 кг суды құямыз. Және екеуін бірдей температураға қыздырамыз. Бұл тәжірибеде байқайтынымыз массасы 2 кг суға 2 есе уақыт жұмсалатынын көреміз. Себебі, неғұрлым масса көп болған сайын, соғұрлым жылу мөлшері көп қажет етеді. Бұдан шығатын қорытынды, жылу мөлшері заттың массасына тура пропорционал екенін көрсетеді. Оқушылар, бұған дейін сіздер мұны білесіздер. Ішкі энергияны өзгертудің негізгі 2 жолы бар. Олар жұмыс жасау және жылу беру. Жылу беру кезінде дененің ішкі энергиясының өзгерісіне тең болатын шаманы біз жылу мөлшері деп атадық. Жылу мөлшерін біз үлкен Q әріпімен белгілейміз. Енді оқушылар, мына жерде формула көріп тұрсыңдар. Ол жерде Q деген әріппен, яғни жылу мөлшерін белгілейтініміз көрсетіп тұр. Яғни, ол берілген дененің массасына, дененің жылу сыйымдылығына және дельта температурасының өзгерісіне тең екенін көрсетеді. Дельта Т дегеніміз соңғы температура мен бастапқы температураның айырымына тең. Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі балалар бізде 1 джоульға тең екен. Заттың массасын біз М әріпімен белгілейміз. Оның өлшем бірлігі килограмм. Ал соңғы температурамыз, яғни Т2-міз Цельсий градуспен өлшенеді. Бастапқы температурамыз ол да Цельсиймен өлшенеді екен балалар. Ал енді жылу мөлшерінің өлшем бірлігін біз джоуль деп тоқталатын болсақ, тек қана өлшем бірліктері, үлкен өлшем бірліктері бар екен бізде. Олар килоджоуль, мегаджоуль, гигаджоуль. Мысал үшінге 1 килоджоульде 1000 джоуль бар. Яғни кило деген тіркесіміз мыңдықты білдіреді, немесе оның 3 дәрежесі деп аламыз. Есепке келетін болсақ, бірінші есеп. Массасы 50 кг, температурасы 25 Цельсий алюминий. Қасықты температурасы 75 Цельсий ыстық суға батырған. Қасық қанша жылу мөлшерін алған? Яғни есептің берілгені, бірінші есеп берілгені, массасы 50 грамм, температурасы Т1 25 Цельсий градусқа, Т2-міз 75 Цельсий градусқа. Яғни алюминийдің сыйымдылығын қараймыз. Кітабымыздың бірінші бетінде кейбір заттардың меншікті жылу сыйымдылықтары берілген. Соның ішінде алюминийдің қараймыз. Сыйымдылықты С әріпімен белгілейміз. 920 джоуль бөлінген килограмм Цельсийға тең. Және де табу керек жылу мөлшерін. Q тең SM соңғы температурадан бастапқы температураны алып тастаймыз. Q тең сыйымдылығымыз 920 джоуль бөлінген килограмм Цельсий.
массаны килограммға айналдырамыз оқушылар мына жерде 0,105 килограмм. 0,105 килограмм. Жақшаны ашамыз. 75 градустан 25 градусты алып тастаймыз. Сонда болады 2300 джоульға тең болады екен. Енді осыны балалар килоджоульға айналдыратын болсақ, яғни киломызды біз мыңдық дедік, яғни оның 3 дәрежесі. 2,3 килоджоуль болады екен. Жауабы 2,3 килоджоульға тең.